Абай облысынан 200 әкімдік гранты бөлінді. Педагогика психология мамандығы бойынша Шәкәрім университеті мен Әлихан Бөкейхан университетіне Семейдегі бөлінген екен. 5 грант, дене шынықтыру мұғалімдігі сол мамандықта сол университеттерге бөлінген. Математика мұғалімін даярлауға 8 грант Шәкәрім университетіне бөлінген. Физика мұғалімдігі Шәкәрім университетіне бөлінген. Информатика мұғалімдерін даярлауға 2 грант, ол да Шәкәрім университетіне бөлінген екен. Химия мұғаліміне 5 грант, бұл жерде 2 университет тұр, Шәкәрім университеті және Әлихан Бөкейхан университетіне. Биология мұғалімдеріне 2 грант, бұл да Шәкәрім университетіне бөлінген екен. Орыс тілі мұғалімдігі бойынша да Шәкәрім университетіне және Бөкейхан университетіне бөлінген 5 грант. Ал көптен күткен ДЖТ аңғылдар бойынша міне аз балл қалғандарға күшті мүмкіндік. Бұл жерде 3 грант осы Шәкәрім университеті мен Әлихан Бөкейхан университетіне осы мамандықтарға таңдау жасып қатыса аласыздар. Арнайы педагогикаға 10 грант бөлінген екен. Режиссура мамандығы бойынша 5 грант, дінтану бойынша теология 5 грант бөлінген Нұр-Мүбарак университетіне, әлеуметтану бойынша Абай университетіне 2 грант, саясаттану бойынша 3 грант, психология бойынша 10 грант Бөкейханға бөлінген екен. Аудит және салық мамандығы бойынша 5 грант Шәкәрім Бөкейханға, қаржы экономика бойынша 5 грант Әлиханға, 0,49 құқық мамандығы бойынша 7 грант бөлінген екен. Биология және сабақтас ғылымға 9 грант Шәкәрім Бөкейханға, қоршаған ортаға 3 грант бөлінген Шәкәрім университетіне. IT саласы бойынша да 10 грант бөлінген екен. Жасанды интеллект мамандығына жаңадан ашылып жатқан 5 мамандық бар екен. Электр және энергетикаға 5 грант бөлінген. Механика, металл өңдеуге 5 грант. Қала құрылысына 10 грант, өсімдік шаруашылығына 5 грант, мал шаруашылығына 3 грант, орман шаруашылығына 3 грант бөлінген екен. Ветеринария мамандығы бойынша 8 грант, медицина бойынша 30 грант, Семейдегі медициналық университетке, стоматология бойынша мәне көптен күткен 3 грант. Мынау күшті жаңалық 3 грант бөлінген екен. Педиатрияға 5 грант, профилактикалыққа 2 мамандыққа грант бөлінген екен. Ал көлік қызметтеріне 4 грант бөлінген. Осы әкімдік гранттардың қандай талаптары бар, құжаттарды қалай жинау керек, толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, профильдегі сілтемеге өтіп, WhatsApp нөмірге жазамыз және парақшаға тіркеліп алыңыздар. Өте құнды ақпараттар таба аласыздар.